Баршаңызға сәлем. Бүгін біз 2002 жылы шыққан Борн идентификациясы атты мықты боевик фильмінің сюжетін талдайтын боламыз. Жаңбырлы түнде жерорта теңізінде шағын балық аулайтын кеменің матростарының бірі суда жатқан адамды байқайды. Көп ұзамай команда оны суға кеткен адам деп ойлап бортқа көтеріп алады. Кенеттен әлгі ер адам тіршілік белгісін білдіре бастайды. Сондықтан матростар оны трюмге апарады. Ол жерде кеме дәрігері бейбақтың арқасынан 2 оқты суырып алады. Сондай-ақ дәрігер ер адамның жамбасынан оғаш тыртықты байқап, сол жерден Цюрихтегі банк ұяшығының нөмірі сақталған металл капсуланы алып шығады. Кенеттен бейбақ есін жиып, дәрігер өзіне зиян тигізбекші екеніне сенімді болып, оған бірден шабуыл жасайды. Дәрігер бейтаныс адамға барлық болған жайтты айтып береді. Бұл ретте құтқарылған адам ештеңені, тіпті өз атында, мамандығында мүлдем есіне түсіре алмайды. Осы уақытта ақш-тағы ЦРУ штаб пәтерінде Тредстоун жобасының жетекшісі Александр Конклин бұрынғы африкалық диктатордың көзін жою операциясының сәтсіз аяқталғанын біледі. Диктатор сұхбатында өзін аңдығандар туралы ақпаратты жария етуге уәде береді. Бірнеше күн өтеді. Алайда балық аулайтын кемеде құтқарылған ер адам өз өткенінен ештеңені есіне түсіре алмайды. Ал дәрігер естеліктер уақыт өте келе оралады деп санайды. Швейцария портына келгеннен кейін мейірімді дәрігер бейбаққа аздап қолма-қол ақша береді. Ал ол металл капсуладағы банк ұяшығының нөмірін ғана біле тұра, жақын маңдағы пойызға отырып, Цюрихке жол тартады. Ер адамның қонақ үйге ақшасы қалмайды. Сондықтан ол қалалық саябақтағы орындықта ұйықтап қалады. Пайда болған полицейлер ер адамнан құжаттарын көрсетуді сұрайды. Ал ол өзі үшін күтпеген жерден француз тілінде ғана емес, неміс тілінде де еркін сөйлей алатынын байқайды. Дегенмен түсініксіз жауаптар тәртіп сақшыларын қанағаттандырмайды. Сондықтан олар бұл үйсіз адамды бөлімшеге алып кетпекші болады. Қандайда бір кереметтің күшімен, ер адам санаулы секундтар ішінде 2 полицейді де жерге сұлатып түсіріп, олардың қаруын тартып алады. Осыдан кейін ол мұның қалай мүмкін болғанын өзі де түсінбестен қашып кетеді. Бұл уақытта ЦРУ басшылары қатты алаңдаулы еді. Өйткені Бозе ақш үкіметін өзінің және жақындарының өміріне қастандық жасады деп айыптап, жақын арада мұның дәлелдерін ұсынуға уәде береді. Ашуланған ЦРУ директорының орынбасары Уорд Эббот Конклинге дүрсе қояды, өйткені ол бұрын мұндай қателіктерге жол бермеген еді. Ал қарамағындағы қызметкер сәтсіз ақталуға тырысып, Бозеге жасалған қастандықты ЦРУ-мен байланыстыратын барлық дәлелдерді жоюға уәде береді. Балықшылар құтқарған ер адам ақыры Цюрихтегі банкке жетеді. Ол жерде алақан ізі арқылы оның жеке басын анықтаған менеджер клиентті банк ұяшығына шығарып салады. Оның ішінде кейс болып шығады. Ол жерден ер адам Джейсон Борн деген есімге жазылған, өзінің суреті бар америкалық төлқұжатты тауып алады. Джейсон кейстің құпия түбі бар екенін тез байқайды. Ол жерде тапанша және оның суреті жапсырылған тағы бірнеше төлқұжат. Соның ішінде Джон Майкл Кейн есіміне берілген құжатта тіпті сіздің алдыңызда америкалық тыңшы тұр деген күдік тудырмайтын, өте жиі кездесетін есіммен жазылған ресейлік төлқұжатта табылады. Джейсон құжаттармен ақшаны алады, бірақ кез келген жағдайға қарсы қаруды сақтау қоймасында қалдырады. Шыға берісте менеджер клиентке күдікпен қарап, жасырын түрде әлдекімге қоңырау шалады. Көшеде Джейсон қайтадан жергілікті полицияның назарына ілігеді. Ал ол ішкі түйсігімен қауіпті сезініп, жергілікті заңдар жүрмейтін америкалық елшілікке қарай асығады. Алайда елшіліктің қауіпсіздік бастығы Джейсонды бірден танып, өз қарамағындағыларға оны ұстауды бұйырады. Борн беріліп жатқандай сыңай танытады, бірақ тағы да өзінің керемет рефлекстерін және қоян қолтық ұрыстағы тамаша шеберлігін көрсетеді. Осылайша ол жауынгерлердің тас талқанын шығарып, біреуінен тапаншаны, екіншісінен рацияны тартып алады да, ғимарат коридорлармен зымырай жөнеледі. Әскерлер взводы тәртіп бұзушының соңынан қуады, ал ол өртке қарсы шығу есігін тауып, елшіліктің шатырына шығып үлгереді. Джейсон алдымен сөмкесін төменге тастайды, содан кейін қабырғалар арқылы өртке қарсы баспалдаққа өте шебер өтіп жерге түседі. Осы жерде Джейсон елшілікте өзінің назарын аударған Мариді байқап қалады. Оған америкалық виза бермей қойған болатын. Бойжеткенде қаржылай қиындықтар бар екенін түсінген ол, өзін қомақты $18,000 Парижге дейін жеткізіп салуға көндіреді. Джейсонның банк ұяшығындағы заттарды алып кеткенін білген Конклин өз қызметкерлеріне бейнебақылау камералары арқылы ер адамның қозғалысын бақылап, осы аумақтағы барлық бос қызметкерлерді жұмылдырып, оны шұғыл түрде табуға бұйрық береді. Нәтижесінде Тредстоун командасы Джейсонның Маридің көлігінің жанында тұрған бұлыңғыр бейнесін ғана ала алады. Ал Конклин өзінің ең үздік арнайы агенттеріне қысқа мерзімде Борнның көзін жоюға бұйрық береді.
Парижге барар жолда ашық жарқын Мари үндемейтін жолдасына өзінің өміріндегі көптеген оқиғаларды айтып береді. Ал ол бұған жауап ретінде өзінің өткенінен мүлдем ештеңе есінде жоқ екенін мойындайды. Конклиннің командасы ақыры Джейсон мен Маридің анық бейнесі бар бейнежазбаны қолға түсіреді. Агенттер олардың бірге түскен фотосуретін басып шығарып, жұптың көзін жою бұйрығымен бірге арнайы агенттерге жібереді. Джейсон Мариге сенуге болатынын сезіп, балықшылар оны дауыл кезінде құтқарып алған сәттен бастап есінде бардың бәрін айтып береді. Бойжеткен серігін аяйды, бірақ оған қалай көмектесерін білмейді. Келесі таңда екеуі Парижге жетіп, бірден Борнның төлқұжатында көрсетілген мекен-жайға бет алады. Ондағы консьерж әйел оны бұрыннан танитындай қарсы алады. Әйел жұпқа пәтердің кілтін береді. Ал Джейсон банк ұяшығындағы құжаттарға қарағанда Джон Майкл Кейн тоқтаған қонақ үйге қоңырау шалады. Қонақ үй қызметкері Кейннің олардан бөлме жалдағанын растайды. Тек олардың мәліметінше ер адам 2 апта бұрын жол апатынан қаза тапқан екен. Джейсон қайтадан қауіпті сезініп, ас үйдегі пышақты ұстай алғанда оған түсірудың бірінші арнайы агенті шабуыл жасайды. Ол жігітті суық қаруынан тез ажыратады. Сол кезде Борн үстелден әдеттегі қаламды ұстап алып, оны қару ретінде пайдаланып, сұрапыл қарсыласын жеңіп, күшті соққымен еденге лақтырып жібереді. Джейсон кісі өлтірушіден оны кім жібергенін мойындауды талап етеді, бірақ ол табанды түрде үндемейді. Мари кісі өлтірушінің рюкзагынан өзінің фотосуретін тауып алып, бұзақының оны да аңдығанын түсініп, айғайлап жылай бастайды. Бұл кісі өлтірушіге терезеден секіріп, өлімін қарсы алуға мүмкіндік береді. Джейсон көз жасын төгіп тұрған серігін сүйемелдеп, онымен бірге шыға беріске асығады. Онда ол жұп жасырынуға тырысқанша, арнайы агент аяусыз атып өлтірген өлі консьерж әйелді көріп қалады. Париждегі ЦРУ агенті Николет Конклинге агенттің тапсырманы сәтсіз аяқтағанын хабарлайды. Екеуі темір жол вокзалына асығады. Онда Борн серігіне дәл қазір полицияға баруды ұсынады. Өйткені оның қасында қалу тым қауіпті еді. Бойжеткен енді не істерін білмей күмәнданады. Осы кезде қашқындарды полицейлер байқап қалып, Париждің көшелерінде олардың соңынан қуа бастайды. Өзінің кішкентай көлігінде Джейсон өте тар көшемен жүріп өтіп, патрульдік көліктердің жолын кесіп тастайды. Дегенмен мотоциклдегі полицейлер қуғынды жалғастыра береді. Бірақ олар керемет Борнның артынан жете алмайды. Нәтижесінде екеуі жер асты тұрағында жасырынып, полициядан құтылып кетеді. Қуғыннан құтылған соң, Конклин Париж мәйітханасына Ван Бозеді өлтірмек болған жалданмалы киллердің денесін қояды. Бірақ африкалық диктатор ауыстырылған денені бірден танып, оған мүлдем басқа адамның қастандық жасағанын айтады. Тығырыққа тірелгенін түсінген Конклин өзінің ең үздік арнайы агенті профессорға Ван Бозеді жоюды бұйырады. Джейсон мен Мари жалдамалы пәтерде түнейді. Онда ер адам қуғыншыларды шатастыру үшін бойжеткеннің шашын қиып береді. Борн өзінің екінші мені Джон Майкл Кейн тоқтаған қонақ үйге барып, соңында қандай пәлеге тап болғанын білмекші болады. Осы кезде Ван Бозе өзіне ақш ЦРУ қастандық жасағанын ресми түрде мәлімдеуге жиналады. Бірақ диктатор мұны істеп үлгермейді. Профессордың мергендік винтовкадан атқан дәл оғы оның өмірін қияды. Джейсон Джон Майкл Кейн тоқтаған қонақ үйге өзі баруға болмайтынын түсініп, Мариден ішке кіріп, өзі үшін маңызды бөлшектерді анықтап шығуын өтінеді. Бойжеткен бұл тапсырманы сәтті орындайды. Эббот Ван Бозенің өлімі туралы біліп ашуға мінеді. Алайда Конклин директордың орынбасарына өтірік айтып, бұйрықтан шығып, кенеттен ғайып болған Джейсон Борн қандай да бір себеппен бәрібір өзінің нысанасын жоюды ұйғарды деп түсіндіреді. Осы уақытта полиция Маридің көлігін жер асты тұрағынан табады. Николет полицейлердің сөйлескенін тыңдап алып, ақпаратты басшылыққа жеткізеді. Кейіннің денесі мәйітханада екенін білген Джейсон оны көру үшін қызметкерге пара береді. Дегенмен ол жерде дене болмай шығады. Сол кезде Борн мәйітхана жазбаларынан соңғы келгендердің арасынан Ван Бозенің есімін көреді. Мұны яхтадағы диктаторға жасалған сәтсіз қастандықпен және кешегі кісі өлтірумен салыстыра келе, ер адам Ван Бозеге қастандық жасап, бірақ белгілі бір себептермен тапсырысты орындамай кеткен сол киллер өзі болған деген қорытындыға келеді. Джейсон өз жеке басы туралы көбірек ақпарат білуге үміттеніп, қонақ үйге қайта оралғысы келеді. Дегенмен ғимаратты полицейлер қоршап алғаны белгілі болады. Оларға аңшылық басталғанын түсінген Мария Джейсонды 2 баласы бар ескі танысы Эймонға алып барады. Олар сонда қонуға қалады. Эббот Конклинге Борнды не де болса табуды бұйырады. Ақырында агенттер олардың орнын табады. Осыдан кейін профессор Джейсон мен оның серігінің көзін жоюға бұйрық алады. Келесіде Эймонның иті кенеттен жоғалып кетеді.
Ал қауіпті сезген Джейсон үй иесіне балаларды алып, жертөлеге жасырынуды бұйырады. Борн Эймонның мылтығын алып, жанармай багын дәл атып жарады. Жақын маңда мергендік винтовкасы бар. Киллердің тығылып отырғанын сөзіп, Джейсон профессордың қай жерде екенін анықтайды. Бұл оған жақындауға және тығылған киллерді ашық алаңға шығаруға мүмкіндік береді. Борн шапшаңдық танытып, мылтықтың дәл оғымен профессорды қатты жаралайды. Өлер алдында киллер, екеуі де ЦРУ бұйрығымен кез келген адамды өлтіруге дайын, Редстоун жобасының бұйрық орындағыш төбеттері болғанын мойындайды. Агенттердің соңынан қалмайтынын түсінген Джейсон Мариге, Эймонға және балаларға қауіпсіз жерге кетуді бұйырады. Профессордың заттарының арасынан Борн, Конклиннің нөмірі жазылған ұялы телефонды тауып алады. Джейсон Редстоун жобасының жетекшісіне қоңырау шалып, Париждегі шағын көпірде оңаша кездесуді талап етеді. Келісілген жерге жеткен Борн, Конклиннің өзімен бірге бірнеше агентті ертіп келгенін көреді. Мұны ұнатпаған ол Конклиннің фургонына кіріп, халықтың арасына сіңіп кетеді. Борн ЦРУ-дың Париждегі құпия пәтерінің мекен-жайын анықтайды. Бұны түсінген Конклин барлық агенттерге шұғыл түрде орналасқан жерін ауыстыруға және құпия құжаттардың көзін жоюға бұйрық береді. Кенеттен ЦРУ-дың әшкереленген баспанасының жанындағы бірнеше көліктің дабыл жүйесі іске қосылып, одан кейін пәтерде байланыс сигналы жоғалып, электр жарығы өшіп қалады. Джейсон ғимаратқа білдіртпей кіріп, Конклиннің тас талқанын оңай шығарады. Борн ЦРУ-дың неліктен оның соңына түскенін білгісі келеді. Ал Конклин бұған жауап ретінде Джейсон олардың ең үздік агенті болғанын, бірақ белгісіз бір себептермен жерорта теңізіндегі яхтада Ван Бозені өлтіре алмай, тапсырманы сәтсіз аяқтағанын айтып береді. Бұны естіген Борн Джон Майкл Кейн деген жалған есімді пайдаланып, Конклиннің бұйрығымен африкалық диктатордың яхтасына кіріп, оны өлтіруі тиіс болған сәтті есіне түсіреді. Тек Джейсон, ұйықтап жатқан Ван Бозені балаларының ортасында көріп, оқ атуға батылы бармаған еді. Ал кемеден кетпек болған кезде диктатордың оққағарлары оның арқасынан оқ жаудырады. Борн Редстоун жобасынан мәңгілікке кететінін мәлімдеп, күшті соққымен Конклинді сұлатып түсіреді. Осы сәтте ғимаратқа ЦРУ-дың бірнеше қарулы агенті басып кіреді. Дегенмен тәжірибелі Джейсон қарсыластарының көзін жойып, олардың бірінің денесін жастық ретінде пайдаланып, баспалдақ аралығынан төмен секіреді және дәл ұшу үстінде соңғы жауын атып үлгереді. Құлағаннан кейін жарақат алған Джейсон қауіпті жерден кетіп қалады. Ал есін жиған Конклин тапаншаны ұстап, оның соңынан асығады. Тек ЦРУ директорының орынбасары Редстоун жобасын жабу туралы шешім қабылдап қойған еді. Ал ол жіберген кісі өлтіруші Конклинді тура көшеде суыққандылықпен атып кетеді. Осыдан кейін Эббот ақш президентіне Редстоун жобасын тоқтатқандарын, бірақ оның орнына шиповник атты, одан да ауқымды жаңа жоба келгенін хабарлайды. Біраз уақыттан кейін Борн Грекияның Миконос қаласынан Мариді тауып алады. Ол жерде бойжеткен мопедтерді жалға беру фирмасында жұмыс істеп жатқан еді. Екеуі бір-бірін құшағына басады. Борн идентификациясы фильмі сіздерге қалай ұнады ма? Пікірлерде бөлісе отырыңыздар. Көргендеріңізге рахмет және келесі кездескенше.